Ертең қиямет болған кезде берге, атыңыз кім сіздің? Жандос. Так, жақсы Жандос. Сен Құран-ы Кәрімдегі Бақара сүресінің 4-ші аятындағы мынау нәрсеге өміріңде мынау кезде бұзғансың. 22 жасында мынаны істегенсің, 23 жасында мынаны істегенсің, 24 жасында мынаны істегенсің, 68 жасында мынаны істегенсің. Так, Әл-Имран сүресінің 8-ші аятына байланысты сен мынау пункттарды орындамағансың. Ниса сүресінің 6-ші байланысты мынау нәрсені орындамағансың. Мынау нәрсені орындамағансың. Мойындайсың ба? Деген кезде анау пенде не дейді? Мойындамайым деген кезде не дейді? Оның қолдары мойындайды, оның аяқтары мойындайды. Бұл сондай конституция, түсінесіз ба? Кәдімгі бұл үлкен сот болатын күндегі Алла Субхану Тағаланың бәрімізді алып алып, так, сен Бақара сүресінің мынау аятына қарсы шыққансың, сен Әл-Имран сүресінің мынау аятына қарсы шыққансың, сен Ниса сүресінің мынау аятына қарсы шыққансың. Өміріңде бұл қылмысты 28 рет істегенсің, мына қылмысты 816 рет істегенсің, 6896 рет біреуге сен ғайбат айтқансың, 1.800.000 рет біреуді боқтағансың. Бұның барлығы ілінеді, жазылады. Қияметте каждыйымыздан «Фәмәй яъмәл мисқала зарратин хайра яраху, ва мәй яъмәл мисқала зарратин шарра яра» болып сұралынып алынады. Ертең есептесіп көріңіз енді Аллах тағала не болады. Бір күнде қанша сөз сөйлейміз? Bir күнде bir адам қанша сөз сөйлейді? Өзіңіз ойлаңыз, мейлі. Ең аз сөйлейтін адам бір 2000-3000 сөз сөйлесін. 2000-3000 сөз сөйлесін. 2000-3000 сөздің қаншауы мына жаққа жазылып жатыр, қаншауы мына жаққа жазылып жатыр? Өзіңіз ойлаңызшы. Кироман катибин деген жанымызда екі періште жүреді. Кироман катибин деген жанымызда екі періште жүреді. Олар нелер жазады? Мына жерде намаз оқыды, мына жерде күлді, мына жерде аяғын битіп отырды, қолын битіп отырды, көзін қақты, бір рет қақты, екі рет қақты, жымиды. Жанына қарады, кірпігін тағы да қақты. Валлахи, оның барлығы жазылады, және қияметте ол есептеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бекерден бекерге өмір бойы Аллаға жалынумен өткен жоқ. Әйтпесем бір түйір, бір үштік күнәсі жоқ. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам түнімен тұрып аяғы жарылғанға шейін намаз оқыған жоқ. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дұғасы бар еді. Қандай? Аллахумма ғфирли ва туба алайя иннака анта тауабур рахим. Аллахумма ғфирли ва туба алайя иннака анта тауабур рахим. Осындай отырыстарда кей кездерде 70-тен көп, кей кездерде 100-ден көп айтатын еді ол нәрсені. Неге мағынасы? Аллахумма ғфирли, Алла менің күнәмді кешір. Ва туба алайя, Алла менің тәубемді қабыл қыл. Иннака анта тауабур рахим. Сен тәубелерді қабыл қылушы кешірім затсың ғой. Бұны пайғамбарымыз айта беретін, бірақ өзінде бір түйір не жоқ? Бір түйір қылмысы жоқ. Бірақ әрдайым оны айтады. Неге? Өйткені қияметтің үрейлігін қандай екен біледі.